Естеріңде болса, алдыңғы видеода мен қарындастарыма злой няня болып пранк ұстаған болатын. Сосын олар менен кек алу үшін әтші қосылған пиццаны маған беріп, мені қатты ашуландырды. Онысымен қоймай, олар тағы да жоспар құрып, мені душтың ішіне алдап кіргізіп қамап қойған болатын. Бүгінгі видео дәл осы жерден жалғасатын болады. Достар, сендерден өтініш, видеоны жалғастырмастан бұрын осы видеоға лайк басып, комментарий жазып, сонымен қатар каналға тіркеліп кетіңдер. Егер 40 000 подписчикке жететін болсақ, келесі видеоны сразу шығарамын. Йо, менің мына жақта қамалып отқаныма уже бір күн болды. Қашан шығарады мен яқтан? Ажар! Бергеніңдерші? Бергеніңдерші? Йо, қамалып отқаныма қанша уақыт болды менің уже? Ажар, сағат қанша болды? Сағат ба, сағат уже 12-ден 5 болды. Йо, Ажар, мен кеше түннен бері қамалып отырмын. Мына жақта шығарсаңдаршы болды мен? Жоқ. Қалай сонда? Жоқ, кеше сендер айттыңдар ғой, егер подписчиктердің 5 000 лайк жиналса, мен яқтан шығарам деп 5 000 лайк жиналды ғой, шығарыңдар енді мен яқтан. Шығармаймын. Қалай сонда шығармаймын? Шығарыңдар бұл яқтан мені. Жоқ, біз шығармаймыз. Ажар, сендер айттыңдар ғой, 5 000 лайк жиналса шығарам деп, жиналды ғой, не алдап жатсыңдар? Ажар, өтініш, шығаршы, өтініш. Жоқ дедім ба? Жоқ. Ажар, өтініш, мен жұмысқа бару керекпін ғой. Қазір мен жұмысқа бармайтын болсам, ақшаларымыз бітіп қалады ғой, біздің сөйтіп сендерге тамақ әпере алмай қаламын, бәріміздің қарнымыз ашып қалады ғой сосын. Шығарсаңдаршы мені яқтан. Жоқ дедім ба? Жоқ. Ажар, өтініш шығарыңдаршы, өтініш. Кез келген айтқандарын істеп отырамын, өтініш, тыңдап жүремін айтқандарын шығарыңдаршы, өтініш. Точно ма? Иә да, айтқандарын істеп жүремін. Точно. Шығарасыңдар ма енді мен, не қылатын болдыңдар өзі? Жарайды, онда былай келесек. Біз сені шығарамыз, ал сен біздің 24 сағат тілегімізді орындайсың. 24 сағат тілектеріңді орындаймын ба сендерден? Иә. Қумаңдар, 24 сағат бойы қалай тілектеріңді орындаймын, мен жұмысқа бару керекпін ғой. Жоқ. Шығарыңдар бұл мені, қуасыңдар ма? Қандай 24 сағат? Шығармаймыз. Құмаш, Раяна, сен не мен вообще жақсы көрмейсің бәне сонда? Мен қиналып отырмын ғана жерде. Онда айтқанымызды тыңдамасамыз біз кеттік. Тоқта, кетпей тұр. Болды, айтқандарды істем, 24 сағат бойы шығарыңдаршы болыпты мені. Жарайды. Ашыңдар есікті. Так, шықтым ба, наконец-то, Жүр, үйді жинайсың. Үйді жинайсың? Иә, біздің айтқанымыз. Үй, жиналып тұр ғой, шашылып атқан жоқ қой үй. Қара. Сен бес. Наяқ. Неме мынау? Үйдің бәрін шашып тастағансыңдар ма? Иә. Мен бәрі жинайсың. Сен айттың ғой, бәрі тілегіңді орындайын деп. Бұдан тағы қамап қоямыз. Болмайды ғой, мәнан бәрін шашып тастаған емес, жалғыз өзім жинайын ба, көмектесіңдерші маған сәл? Жоқ, көмектеспейміз, сен айттың ғой бір өзің. Онда тағы да қамап қоямыз, и бәрі вообще шығармаймыз. Мына жақтың бәрін жинау қазір. Қиын ғой, маған сонда вообще жандарың ашмай ма не сонда? Ашмаймыз. Сен бізге жақсы няня болмай, жаман няня бол, сен бізге пранк істеп болмайды. Сен не үшін бізге өйтіп істедің? Кешірім сұрадың ғой, сендерден енді кешірмейсіңдер ма сонда мені? Жоқ. Бопты, бәрін жинайын ба газ? Иә. Боп, жинайым енді. Онда біз далаға ойнап келеміз. Иә, кеттік біз. Мына аяқтың бәрін жалғыз өзім жинайын ба мен қазір? Мына аяқтың бәрін жинауға қазір 1 сағат уақыт кететін шығар. Жарайды, енді жинайық, енді амал жоқ. Так, коробкамызды ашып алайық, коробканың ішіне саламыз мынаның бәрін. Мынаның бәрін жинау үшін газ. Не істеген? Түні бойы ойнаған ба, екеуі? Осы ғой бір бекер негіз бұларға пранк ұстадым ше. Менен кек алып артты ғой енді бұлар. Добрый няня болып жүре беру керек еді ше. Бекер злой няня болдым бұларға мен. Так, мына жақта не бар? Мынаның бәрін жинап тастайық. Еще столдың үстінде шаш тастапты ғой мыналар. Так, болды, жинап болды мына жердің бәрін. Болды. Так, Ажар, Раяна? Мен жинап болдым үйдің бәрін. Қараңдар мені. Мені қараңдар үйді. Тоқта. Скейтбордпен үйге кіргеннес? Өзім білесің ба? Қалай өзім білем? Тоқта. Раяна. Тоқтасаңдаршы. Тоқтасаңдаршы, үйдің бәрі шаң болып кетті ғой скейтбордтан. Раяна? Скейтбордпен сен далада ойнап жүрдің енді үйге кіріп атсың ға, даладағы шаңның бәрін үйге кіргіздің ғой сен мен. Біз бұны білесің ба, біреуден сұрап алған? Біз біреуден ұрап алғанбыз. Ұрлап алғанбыз? Иә. Скейтбордты ма? Иә. Қуасыңдар ма? Ұрып алдық. Иә. Қуасыңдар ма қазір? Мама папасы келсе ұтсады ғой бізге. Қойшы, өтірік ол келмейді ол. Иә, мама. Қуады кешінеді ғой сендер екеуің, Қойшы дейміз. Ту оймен үсіп піскет компьютер ойнайын
тоқта Аяна тоқта түс ей тиіспе бұл компьютерға мен бұл компьютермен жұмыс істеймін ғой біз сен шығардық қой сен біздің айтқанымызды тыңдаймыз дедің ғой мә енді тыңдаймыз дегенде енді бұл компьютермен жұмыс істеймін ғой мен енді қазір сен бұзып қоятын болсаң істемейсің дедім ба болды айтқан сөзіңе мә сонда мен компьютерді тақ қоясыңдар ма не сонда өйстіп мә бопты ал енді ойнайтындар шал мақұл мә 24 сағат я деймін айтқандарың болды иә маған телевизор қосып бер телевизор мен не көремін сосын сен ешнәрсе көрмейсің Айби сен бізге пицца пісіріп бересің иә пицца Айби и сосын үйдің бәрін тірлігін істейсің Айби сонда сендер екі сен компьютер көреді екенсің сен телевизор көріп рахаттанады екенсің мен болсам үй жинаймын сөйлемейміз дегеніңіз Аяна қосып дедің телевизор мә сонда мен жалғыз өзім тірліктерін істеймін ба үйдің мен үшінші той қосып бер дедім ба қосып бопты ал көре берші болып телевизормен пицца істеймін ба не істеймін мен иә істейсің бар құр пицца істеп беремін болды ма екеуіңе сонымен иә болды пицца істеп беремін ба қазір так пиццаны қалай істейтін едіңіз пиццаны қалай істейтінін ұмытып қалдым ғой мен мә достар короче маған бір идея келді че то алдыңғы видеода маған ше пиццаға қандай әтші дәрі қосып берген еді ғой давайте мен бұларға да осындай әтші дәрі қосып берейін де пиццаларына сосын одан кек алайын да алдыңғы видеода маған да сондай пранк істеп еді ғой мен де бұларға короче қазір пиццаларына әтші нәрсе қосып пранк ұстаймын қазір сен неде отырсың сен неде отырсың ештеңе компьютер ойнасай сен бар не дейді Раян не дейді ештеңе деген жоқпын отыр иә ештеңе деген жоқпын иә так пицца ма пицца так біздің пиццамыз дайын болды короче достар короче мен пиццаны дайындап болдым да и ішіне андай әтші дәрі қосып жібердім қазір аналарға осыны алдап беремін сөйтіп аналардың ауыздары ашып кетеді короче әтшіден қазір ажат Раяна пицца дайын болды дай отырыңдар орындыққа мен что-то қарным ашпай жатыр мен жемеймін мен қарным ашпай қуасыңдар ма сонда бағанадан бері бекерден істедім ана пиццаны қарным ашып отыр ғой берсе Раяна сен қарның ашып отыр онда сен ғана жібер мә әдемі екен ей тәтті ме екен жоқ мынау жындысың ба әтші ма сауап болды сендерге алдыңғы видеода маған осындай әтші пицца бергендеріңдер ғой сауап сендерге болды Нұрислам су берейін ба тезірек қалай екен алдыңғы видеода сендер маған деген Нұрислам қазір мен телефоннан полиция шақырамын полициясы не үшін шақырасың полиция вот қазір мен шақырамын тоқта шақырма ажат тоқта ажат сендер де алдыңғы видеода маған осындай әтші дәрі бердің деді ғой мен шақырмадым ғой полиция болды ажат кешір болды су беремін Раяна бергел ажат су беремін саған қазір Раяна так су ішіп алдың ба нормально болдың ба болды ма әтшісі кетті ма пиццаның жаңа әтші қойыпсың сен болды әйтеуір қана ажырғаны болды мынау әтшісі кетті ана су бердің маған болды енді мен енді ұйықтайын мақұл магазинге апар дедім қайда магазинге қалай сонда магазинге апар дедім ба апар магазинге апару керекпін ба сендерді онда мен кеттім полицияға маған тоқта болды ажар мен негізі шаршап тұрдым да сәл демалып алсам бола ма кейін барып апарамын магазинге онда мен саған 10 секунд беремін 10 секунд 10 секунд санаймын соған жатып демалу керексің 10 секундта ұйықтап үлгермеймін да ғой мен короче сондай жатасың ол 10 секунд ұйықтағанша ұйықтамағаным артық қой болып жүрші ал болыпты вкусняшки ма мороженое ма не магазинге барамыз да қазір сендер көп зат алмаңдар мақұл мен ақшам аз жоқ дедің біз саған вкусняшка әперемін дедің ғой вкусняшка деген көп зат қой көп зат менің ақшам азақ еді ше екеуің бүйтейік та саған бір мороженое анаған бір мороженое болды сен қоймай қойдың ғой қазір ұрысып бастаймын бір ше болды отырыңдаршы болыпты барайық вкусняшка әпермесе полиция шақырамыз бір қорқыта бердіңдер ғой полиция деп болыпты жүрдіңдер шал отырыңдар ма екеуің де бір ше ақшам и так азақ қалып еді ше келдік магазинге түсіңдер магазинда сен так мен не аламын мен сок аламын сок сен тек сок аласың болды ал мен блинчик аламын қазір ал сен блинчик сен сок болды екеуің басқа ештеңе алмайсыңдар жоқ аламыз көп зат алмайтын дедіңдер ғой сендер айттық қой вкусняшка дедік па болыпты ал шал болыпты ал су әперші
Так, мынандай алып алайық та, тоқтаңдар. Төбеде ғой су. Тоқтаңдар, мынаған саламыз заттарды. Так, саған кола. Кола алдық, сосын тағы не аламыз саған? Мен мана фиолетовый сокты берші. Ал берші. Қандай сок? Фиолетовый сок. Фиолетовый сок. И барып мен блинчик аламын. Блинчик қаяқта ол? Блинчик жоқ қой мына жақта. И барып ғой блинчик көрдім. Міне. Ням. Ей, банан жемей, қуасың ба, сатып алған жоқпыз ғой әлі. Ей, Ажар, Не? неғып жеп тастадың бананды? Құшы жіберем. Не болды? Сатып алмадық қой әлі оны біз, банан алдым болды, тағы банан. Тағы не керек? Блинчик алып берші. Қай блинчик? На домалақ деген блинчик. Блинчик емес қой бұл, пирог қой бұл, пирогты алдым, міне, пирог. Домалақ блинчик. Алдым пирог, тағы не керек? Барып банан керек. Банан алдым мен, банан. Чипси аламыз. Чипси ма? Так, чипси. Так, чипси де алдым, болды. Тағы не керек? Жоқ, мороженый. Қан мороженый? Няқта. Мә, мороженый, так. Мороженый да алдым, болды, Я болды. Болды ма? Басқа ештеңе керек емес па? Бұшын асымыз бітті. Мен шоколад аламын. Шоколад? Міне, қолымда тұр шоколад. Шоколад попты, так. Магазинде сатушы жоқ қой? Сатушы? Ұрлап кете бере кеттік. Ұрлап? Мына камера жоқ па? Камера жоқ. Мына камера жоқ екен ғой, алып қашып кете саламыз ба? Давай кеттік онда тез. Давай кеттік тез болыңдар. Біз ұстап алмасын, тез кеттік бол. Отырды машина, отырды. Отырдыңдар ма? Иә. Бол тез қашып кетіп мына жақтан, полиция келмей тұрған кезде. Келдік үйімізге. Рахмет демейміз біз. Рахмет демейміз. Кафеге? Мен кафеге де апатам ба не үшін сендерді? Иә. Кафеге апатам керек ма? Жарайды онда заттарды қойып алайық үйге қазір. Біз шықпай тұрайық. Жоқ, үйге кірсеңдерші қазір киініп, әдемі киімдерімізді киіп алмаймыз ба? Болыпты. Давай қазір. Киіп тұрмын ғой этапта. Так, заттарды неқа қойып алайық. Бетикте онда қазір. Ажар, Раяна. Сендер бетсеңдер, мына жақта ортада тұрыңдар қазір. Мына жақта отырыңдар. Қазір мен келемін де қазір бір жұмыстарымды істеп ше төбеден. Сөйтіп қайттан келем, сөйтіп кафеге барамыз, жарай ма? Иә. Күте тұрыңдар, давай. Кішкене демалып Демалып аламын, қазір кішкентай демалып аламын қазір мен. Қайттан келем қазір. Так, достар, короче, менің басыма тағы да бір идея келді. Короче, олар алдыңғы видеода мені алдап мына душқа қамап қойған еді ғой. Давайте енді мен олардың өздерін осы душқа қамап қоямын қазір алдап. Оларды қазір алдап осының ішіне қамап қоятын боламыз қазір, көресіңдер қазір. Ажар, Раяна. Душ деппін ғой. Неге барамыз ба кафеге? Иә. Кафеге баратын болсақ, бетикте сендер шомылып алсаңдаршы. Қойшы. Қарасай кір болып кеткесіңдер, үстерінен сасық иіс шығып жатыр. Қайда сасық үйсен сасық. Енді қазір кафеге барған кезде екеуің әдемі болып бару керексіңдер ғой. Болыпты. Шомыласыңдар ма? Иә. Давай, барыңдар, шомылыңдар тез. Просто шомыл. Бүйтіңдер, мына жақтағы ваннаға кіре беріңдер, келіңдер. Мына жақтағы ғой. Бері кел, Раяна. Бері кел, мына жаққа кел душқа. Екеуің шомылып алыңдар. На душ. Кіріңдер так. Болды, шыға алмайсыңдар енді екеуің. Жібермеймін болды. Алдыңғы видеода сендермен қамап қойған едіңдер ғой, енді өздерің осының ішінде қамалып жылап отырдыңдар, түсіндіңдер ма? Темірбен сындырып тастаймыз. Сындырамайсыңдар да ғой, давай короче, мен кеттім. Онда 5 мың лайк жинаса ашасың. 5 мың лайк жинаса ашасың? Иә. Жоқ, 5 мың лайк жинаса ашпаймын. Онда қанша лайк жинаса ашасың? Давайте, осы видеоға 10 мың лайк жиналса, сендерді осының ішінен босатам. Бірақ 10 мың лайк жинамайды ғой, бәрі сендерді ешкім құтқармайды. Давайте, онда мен кеттім. Давай, мен кеттім, ұйықтаймын, осы ішінде қамалып отырыңдар. Жақсы болды, ана екеуін ана ішінде қамалып қойды, мен енді өзім демалатын болдым, рахаттанып. Оларды мен бүгін қинады ғой, үйді шашып тастап, жинатқызып, енді демалатын болдым. Достар, осымен видео аяқталды. Егер Ажар мен Раянаны душтан шығарғанымды қаласаңдар, осы видеоға тез 10 мың лайк жинап тастаңдар, сосын Ажар мен Раянаны босататын боламын. В общем, давайте.